Musa алейхиссаламның жалпы бүгін бітіреміз. Мұса алейхиссаламның Алла тағалаға қойған сауалдарын, Аллаға қойған сұрақтарын және алған жауаптар жайлы. Мұса алейхиссалам пайғамбарымыздан жеткен хадисте айтады, саллаллаху алейхи уассалам, Мұса Раббысынан сұрады дейді. Дәрежесі, яғни жәннаттағы ең төмен дәрежедегі адам кім деп сұрады дейді. Дәрежесі төмен кім болады деп сұрағанда, Алла тағала оған былай деп жауап қайтарған дейді. Ол жәннаттықтар жәннатқа кіргеннен кейін жәннатқа кіретін адам деп айтады. Түсінікті да? Дұрыс айтқанда, жәннатқа ең соңғы кіретін адам деп айтады. Дәрежесі ең төмен болатын жәннатқа ең соңғы кіретін адам. Алла тағала айтады, оған жәннатқа кір делінеді деп айтады. Сонда әлгі кісі Раббысына, жәннатқа қалай кірем? Онда орын жоқ. Адамдар өз орындарын және өзіне тиесілі нәрселерін иемденіп алған ғой дейді. Оған солай көрінеді дейді. Жәннатта бір бос орын жоқ секілді көрінеді. Сол айтып жатқаны, Раббым, онда жәннаттықтар өзіне тиесілі орынды, тиесілі нәрселерін алған ғой. Сонда Алла тағала оған былай деп айтады дейді. Жәннатта өзіңе дүниедегі патшаларға берілген нәрседен саған да берілуін қалайсың ба дейді. Дүниедегі бір патшада болған нәрсенің сенде де болғанын қалайсың ба деп айтады. Әлгі пенде я уа Раббым деп айтады. Әрине болғанын қалаймын я Раббым деп. Сонда Алла тағала саған осы және тағы сол сияқты деп айтады. Беріледі саған. Осы және сол сияқты тағы да беріледі деп айтады. Сонда әлгі құлы уа Раббым ризамын деп айтқан кезде Алла тағала оған саған осы және осы сияқты 10 есе деп айтты дейді. Еселеп 10 есе деп айтты дейді. Және әлгі пенде уа Раббым ризамын дегенде Алла тағала саған осымен бірге көңілің тартқан нәрселердің барлығы және көзің қызыққан нәрселер деп айтты. Сонда жәннатта ең төмен адамның деңгейінің өзі қандай екен? Өзінің көңілі тартқан нәрсесінің барлығы беріліп, көзі көріп сол қызыққан нәрсесінің барлығы беріледі. Түсінікті ғой? Осылай жауап бергеннен кейін Мұса алейхиссалам Раббысына тағы да, я Раббым, жәннаттағы дәрежесі ең жоғарғы адам кім деп сұрады дейді. Сонда Алла тағала оған, мен олардың қадір қасиетін өз қолыммен егіп, оның аяғына жеткіздім дейді, оны кемеліне жеткізген. Оны көз көрмеген, яғни жәннатта айтып отыр, оны көз көрмеген, құлақ естімеген, және ол адамзат көкейіне келмеген нәрсе деп айтады. Түсінікті ғой, жәннат ең жоғарғы дәрежедегі жәннат. Сонда жалпы бұл жайлы Алла тағала Құранда да айтқандай, Сәжде сүресінің 17-ші аятында айтады, ешбір жан мен өздеріне жасырған қуаныштарды білмейді деп айтады. Түсінікті ғой? Яғни ол жәннат жайлы біздер кейбір хадистерден бір-екі мағлұмат білеміз, дегенмен біз естігендей емес ол нәрсе. Себебі біздің көзіміз көрмеген, құлағымыз естімеген нәрселер. Түсінікті ғой? Дегенмен біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан келген хадистерден естігеніміз бар, сәл бер жағы. Сондай-ақ пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам Мұса алейхиссалам жайлы. Мұса ұлы Раббысынан өзінде бар деп ойлаған дейді, 6 қасиет жайлы сұрады дейді. Мұса алейхиссалам өзінде бар деп ойлады дейді. Сол 6 қасиет жайлы сұрады дейді. Және 7-шісі Мұсаға ұнамайтын деп айтқан пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Енді олар не десе, Мұса алейхиссалам біріншісінде уа Раббым, пенделердің ең тақуасы кім деп айтты дейді, сұрады дейді Раббысынан. Тақуасы кім деп сұрағанда Алла тағала оған зікір етіп, оны ұмыт қылмайтын деп айтты. Ол пенделердің, және ары қарай сұрайды, ол пенделердің ең тура жолдағысы кім деп сұрады дейді. Мұса алейхиссалам Раббысынан. Пенделердің ең тура жолдағысы кім деп сұрағанда Алла тағала тура жолға ілесетіні деп айтты. Түсінікті ғой да? Тура жолдағысы кім екен? Тура жолда жүрген адамдарға ілесетіні. Алхамдулилля біз иншалла, біздер ахлу сүнна уал жамаа пайғамбарымыздың салып берген сара жолын және оның сахабаларының басқан жолымен басып келе жатырмыз иншалла. Және ары қарай пенделердің ең әділі кім деп сұрады дейді Мұса алейхиссалам Раббысынан. Сонда Алла тағала адамдарға өзіне үкім қылғандай басқаларға да сондай үкім қылатынды деп айтты. Өзіңе қандай үкім қылсаң, өзгелерге де сондай үкім шығара алатын адам деп айтты. Және Мұса алейхиссалам Раббысынан сұрайды, пенделердің ең білгірі кім деп сұрағанда Алла тағала ілімге тоймайтыны деп айтты. Түсінікті ғой? Ілімге тоймайтыны, пенделердің ең білгірі адамдардың ілімі өз іліміне қосатын, адамдардың ілімін өз іліміне қосатын, яғни тоймайды ол ілімге. Өзі ілім, бір-екі ілім алса, бітті мен ілімдімін деп айтпайтын адам дейді. Түсінікті ғой? Бәлки өзінен ілімді адам көріп қалса, одан ілім алатын ғалым деп айтты дейді.
Пенделердің ілімдісі сол ілім талап етуші. Түсінікті ғой. Және пенделердің ең қадірлісі кім деп сұрады дейді Мұса алейхиссалам Раббысынан. Сонда Алла тағала қадірленсе кешірім сұрайтын деп айтты. Алла тағала қадірлеп қойса, одан ары қарай кішірейіп Раббысынан кешірім сұрайтыны деп отыр. Және ары қарай қадірленсе кешірім сұрайтынынан кейін айтады Мұса алейхиссалам Раббысына, пенделердің ең дәулеттісі кім деп сұрайды. Сонда Раббысы өзіне берілгенге қанағат қылатыны дейді. Түсінікті ғой да? Өзіне берілгенге қанағат қылатыны. Болуы мүмкін сенде бір санаулы ғана мал мүлік дүниең бар, біреу бай. Материямен өлшеген. Түсінікті ғой да? Мына санымен есептегенде. Біреуде мысалға айлық табысы миллион болуы мүмкін, сенікі 100 мың болуы мүмкін. Түсінікті ғой да? Сен соған қанағат қылсаң, манадан да байсың деп отыр. Түсінікті ғой? Берілгенге аз да болса қанағат қылатыны ең бай деп отыр. Дәулеттісі деп отыр. Және ары қарай Мұса алейхиссалам Раббысынан сұрады дейді. Пенделердің ең жарлысы кім деп сұрады дейді. Ең жарлысы кім деп сұрағанда Алла тағала өзіне берілгенді аз санамайтыны деді. Барға қанағат қылатын. Өзіне берілгенді аз санамайды ол деді. Сонда Мұса алейхиссалам уа Раббым, мүмін пендең дүниеде жарлы деп айтты. Кімді меңзеп жатыр? Өзін. Түсінікті ғой да? Мүмін пендең дүниеде жарлы деді. Сонда жәннаттан бір есік ашып Алла тағала Мұса алейхиссаламға көрсеткен дейді, оған назар салды дейді Мұса алейхиссалам. Сонда Алла тағала, ей Мұса, бұл менің оған дайындағаным деп айтты. Түсінікті ғой да? Өзіне берілгенді аз санамайтыны. Ең жарлысы менмін деді ол дүниеде. Мүмін пендең дүниеде жарлы деді. Сонда Алла тағала айтып отыр, оған дайындағаным деп жәннатты көрсетті дейді. Сонда Мұса алейхиссалам, уа Раббым, құрметің мен ұлылығыңның хақы. Пендең, мүмін пендең, жаратылғаннан бастап қиямет күніне дейін екі қолсыз, екі аяқсыз, сондай бір енді ойлап бар, екі қолсыз, екі аяқсыз өмірден баз кешіп кетеді ғой, түңіліп кетеді ғой, екі қолсыз, екі аяқсыз, тіпті бетімен жер сырлы әкелсе де дейді, бетімен жер сүзіп дейді. Сөйтіп әкелсе де, барар жері осы болса дейді, әлгі жәннатты көріп айтты. Барар жері осы болса, ол бақытсыздық деп санамайтын еді дейді бұның бәрін. Түсінікті ғой. Және дәл сол секілді Мұса алейхиссаламға, уа Раббым, Мұса алейхиссалам Раббысына айтып отырмын, уа Раббым, кәпір пендеңе дүниеде кеңшілік берілген деп сұрады. Көрді ғой, Фирғауынға не істеді? Байлық берілді ғой. Сөйтіп не деп жатыр? Кәпір пендеңе дүниеде кеңшілік берілген деді. Сонда тозақтан бір есік ашып Алла тағала Мұса алейхиссаламға көрсетті. Сонда Мұса алейхиссалам әлгіні көргеннен кейін Раббысы айтты дейді, менің оған дайындағаным деп тозақты көрсетті. Тозақтан бір есік ашып. Сонда Мұса алейхиссалам, уа Раббым, құрметің мен ұлылығыңның хақы. Егер кәпір жаратқан кезінен бастап қиямет күніне дейін барлық дүниеге ие болса да, баратын жері осы болса, онда ол ешқандай игілік көрмеген екен. Ешбір рахатта, бір игілікте болмаған екен деп айтты. Бәрібір сен мына дүниеде қандай рахат көрсең де, баратын жерің, амалың тозақтық болса, бұл бір еш нәрсе емес екен деп айтты. Түсінікті ғой? Мейлі дүниенің байлығына ие болсаң да. Бұл хадисте Ахмад риуаят еткен. Және Мұса алейхиссалам, уа Раббым, сені зікір етіп, өзіңе дұға қылатын бір нәрсе үйрет дейді Раббысына. Я Раббым, сені зікір қылатын маған бір нәрсе үйрет дейді. Сонда Алла тағала, ей Мұса, Аллахтан өзге құдай жоқ. Ла илаха илля ант. Ла илаха илля ант деп айтты. Сонда Мұса алейхиссалам, уа Раббым, Аллахтан өзге құдай жоқ деп айтатынды барлығы біледі ғой дейді. Маған бір нәрсе үйрет. Яғни мен өзіме ғана арналған бір нәрсе қалаймын деп айтты Раббысына. Ешкім білмейтін басқа. Сонда Алла тағала, ей Мұса, 7 қап көктер мен жердегілердің барлығын бір таразының бір жағына қойып, және ла илаха илля ант, сенен басқа құдай жоқ деген сөзді бір жағына қойса, ол соның бәрін басып кетеді деп отыр. Сондықтан маңыздылық жайлы. Ла илаха илля ант, осы сөздің өзі, ла илаха илля ант, сенен басқа құдай жоқ деген сөз. Осы сөздің өзі таразының, егер таразыға өлшенсе, бір жағына дүние мен аспан мен көк пен жердің арасындағылармен барлығын толтырып бір жағына қойса дейді. Және бір сөзді ғана, ла илаха илля ант, сенен басқа тәңір жоқ деген бір жағына қойса, бұлардың барлығын басып кетер деп отыр. Түсінікті ғой? Мүмінге одан басқа бақыт жоқ. Ла илаха илля ант, сенен басқа құдай жоқ дедің ба, сен мүмінсің. Аллаға серік қоспадың, иә? Сондықтан айтамыз ғой, қазір тәңіршілдер деген шықты, Алла сақтасын. Не дейді? Өздері мұсылман саналмайды, және Құранды жоққа шығарады.
көптеген жаңағы тіл келтіріп жатыр, тіл тигізіп жатыр мұсылмандарға. Және тағы біреу шығып жатыр, Ринат деген сияқты, Ринат Заитов деген тіл тигізіп жатыр. Тигізе берсін, алла жеткілікті бәріне. Түсінікті ғой да? Олар сөйтіп дейді екен деп мұсылманның бір жері есейіп қалмайды, жалпақ тілмен айтқанда. Жалпы біздер осы сенімде дұрыс болу ең бақытты жолда екенбіз. Тәңіршілдерді Алла тағала осы дүниеде ақ жазалап қойған. Атеистің бар, басқасы бар, жаңа қасарысып жүргендері бар, Мұса алейхиссалам қауымы секілді. Оларды Алла тағала осылай өзіне иман келтірмей ақ жазалатып қойған. Иман келтірмей, түсінікті ғой да? Одан артық жаза жоқ деген негіз. Мына өмірде сен берілген уақытта Раббыңа бір сөзді айтпады. Себебі пайғамбарымыз не дейді, саллаллаху алейхи вассалам, кімде кім ла илаха иллалла Мұхаммад расулулла, Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі деп, яғни осы куәлік берсе осы сөзге, ол тозаққа түсіп кетсе де түбінде тозақтан шығарылады деген. Түсінікті ғой да? Мәңгі қалмайды тозақта. Осы сөзде тұрып берсе соңына дейін, Аллаға серік қоспайды. Түсінікті ғой да? Ол түбінде тозақтан шығарылады деген. Біз айттық қой, тозақ дәракаттан тұрады, жәннат дәрежаттан тұрады. Жәннат дәрежесіне дәреже көтеріле береді. Түсінікті ғой? Тозақ азап төмен қабатқа кете береді. Азап үстіне азап, азап үстіне азап, азап үстіне азап. Түсінікті ғой? Соның ең бірінші қабатында жаһаннам деп аталатында онда пайғамбарымыздың үмметі болады, саллаллаху алейхи вассалам. Түсінікті ғой? Неге сондай күнәһар мұсылмандар болады деп жүрді? Күнәсінің себебінен түсіп кеткен. Бірақ ол жерде Алланың қалауымен өздерінің мына өмірде жасаған күнәларының азабын тартып түбінде шығарылады деген. Түсінікті да? Егер кімнің жүрегінде ла илаха иллалла Мұхаммад расулулла деген сенім дұрыс тұрса. Түсінікті ғой? Тайып кетті. Түбінде тозақтан. Ал қалғандар шықпайды тозақтан. Түсінікті да? Олар мәңгі сол тозақта азап болады. Жәннатта мәңгі, тозақта мәңгі болады. Түсінікті ғой? Алла тағала сіз бен бізді сол иншалла жәннат иелерінен қылғай. Енді Мұса алейхиссаламның қадір қасиеті мен сипаттары жайлы Алла тағала Құранда баяндайды. Мысалы Мәриям сүресінің 51-ші аятында айтқандай, Расул ықыласты әрі жіберілген пайғамбар еді деген. Мұса алейхиссалам пайғамбар екендігі, және ол ықыласты екендігі. Иблис алейхи лаана, Алла тағала айтқан жоқ па, мен адамдарды саған барар жолда азғырамын деді. Оңынан, солынан, алдынан, артынан, жан жағынан саған барар жолда азғырамын деді. Сол кезде Алла тағала ендеше мен сені мен саған ергендерді тозақтан толтырамын деген. Тозақты саған ергендер мен сені мен тозақты толтырамын деген. Бірақ маған ықыласты құлдарымды азғыра алмайсың деген. Менің ықыласты құлдарымды азғыра алмайсың деп айтты. Алла тағала айтып отыр, Мұса алейхиссалам қай құлдардан екен? Ықыласты құлдардан екен. Демек біздер не деп дұға жасау керекпіз? Әсіресе көбінесе Раббым мені ықыласты құлдарынан қыла көр деп көп дұға жасау керек. Түсінікті ғой? Себебі қазір мұсылман болып жүріп ертең кәпір болып кетуден сақтану керек. Түсінікті ғой? Сондықтан дұғада қатты уайымдап, Раббым мен осы хақ жолдан тайдыра көрме деп көп дұға жасау керек екенбіз. Алла тағала сіз бен бізді хақ жолдан тайдырмасын. Және Алла тағала Аъраф сүресінің 144-ші аятында да айтады, Мұса алейхиссалам қадір қасиет жайлы, ей Мұса, шынында сені адамдардан елшілікке және сөйлесуге тағайындадым. Яғни таңдап алдым. Түсінікті ғой? Және Алла тағала Мұса алейхиссаламмен сөйлескен жайлы Ниса сүресінің 164-ші аятында айтады, Вакалламаллаху Муса. Алла Мусамен тілдескен дейді. Түсінікті ғой? Ешқандай періштесіз Алла тағала тілдескен. Өзінің құдіретіне жараса. Түсінікті ғой? Және Алла тағала Ахсаб сүресінің 69-ші аятында айтады, ей иман келтіргендер, сендер де Мусаны ренжіткендер сықылды болмаңдар деген. Я юхаллазина аману, сендер де Мусаны ренжіткендер секілді болмаңдар деп отыр. Яғни ол Аллахтың алдында беделді еді деп айтқан. Енді пайғамбарымыз осы хадис жайлы айтты, осы Құран аятына қатысты айтады. Мұса алейхиссалам өте ұятты кісі болатын дейді. Өте ұятты болған дейді. Ұятты себепті денесінен ешбір жері көрінбеген дейді. Денесінің ештеңе көрінбеген дейді денесінен. Соны көрінбегендіктен Исраилдіктер бұны өсектеген Мұса алейхиссалам. Оның тәнінде ісік, яқи бір кемшіліктер бар деген. Алапес, тағы не деп айтқан, түрлі нәрселер айтқан өсекте. Түсінікті ғой? Ісік деген, кемістік деген, қисық деген, тағы бір жаралар шыққан деген, соны жасыру үшін бұл қымтанып алады деп шала жабатын болған. Мұса алейхиссалам артынан өсектейтін болған.
Сөйтіп алла тағала Мусаны олардың айтқандарынан ақтап алғысы келді дейді. Сөйтіп ақтап алады дейді. Сөйтіп бір күні Муса жалғыз өзі оңашаланып жуынып жатқан кезде дейді, киімдерін тастың үстіне қойды дейді. Бір тастың үстіне қойып жуынып жатыр еді дейді. Сөйтіп жуынып жатқан кезде тас киімдерін алып қашып кетті дейді. Ойлап қараңыздар. Бұл жүрегінде дерті бар адамдарға қиын нәрсе де, ол түсінікті ғой. Ол миғраж оқиғасына иман келтіре алмай жүрген адамға бұл қиын да болады. Ол тас қалай қашады деп, түсінікті ғой. Бұл Алланың қалауы. Алла тағала тастан да су шығарып қойған жоқ па. Әлгі Муса алейхисалам қауымы тасты көтерсе, әлі көтеріп жүретін болған. Қай жерге болмасын қойса, одан су шығатын болған. 12 жерден, түсінікті ғой. Енді бұл тас сөйтіп киімдерін алып қашып кетеді. Сөйтіп Муса алейхиссалам асасын алып тасты қуалайды дейді. Тас тоқтады. Тастың артынан қуалайды. Сөйтіп тас қашып келіп, әлгі израильдіктердің бір тобына дейін келді дейді. Қазір түсінесіздер мақсатын. Бір тобына дейін келді дейді. Енді Муса алейхиссалам үстінде киімі жоқ, түсіндіңіздер ме? Әлгі тасты қуып келе жатыр. Киім сода кетті. Сонда бір тобына жеткенге дейін келді дейді. Сонда олар дейді, израильдіктер Мусаны көріп, Алла жаратқан көркем бейнеде көрді дейді Муса алейхиссалам. Түсіндіңіздер ме? Алла жаратқан көркем бейнеде көрді. Алла оны израильдіктердің айтқандарынан ақтап алды дейді. Көрдіңіздер ме? Алла тағала әдейі осы нәрсені жасады. Кімге? Израильдіктердің айтып жүрген жала екендіктерін білдірді өздеріне. Муса алейхиссаламның бейнесінде ешқандай кемшілік, ешқандай не жоқ. Алла тағала көркем бейнеде жаратқан. Түсінікті ғой? Тас тоқтады дейді. Муса алейхиссалам әлгі киімін алып, киініп асасымен тасты қойып қалды дейді. Алып тобылған. Алла мен ант етем дейді. Сонда оның соққысының әсерінен дейді, тасқа 3 яғни 4 не түскен? Сызат түскен дейді. Соққысынан. Түсіндіңіздер ме? Бір аса таяғымен сақ қалды, тек ұрып қалғанда Муса алейхиссаламның жалпы қуатты болғандығы жайлы айтады. Ұрып қалып біреуді өлтіріп қойған еді ғой, иә? Мысырлықтардан. Енді пайғамбарымыз айтып отыр: "Ей иман келтіргендер, сендер де Мусаны ренжіткендер, сықылды болмаңдар, сонда оны Алла олардың айтқандарынан ақтады. Ол Аллахтың алдында беделді еді" деп айтқанның мәнісі осы деп түсіндіріп берген екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Осы нәрсе арқылы бізге түсіндіріп беріп отыр. Бұл хадисті Бухари мен Муслим жеткізген. Енді пайғамбарымыз айтады саллаллаху алейхи ва саллям: "Мені Мусадан жоғары қоймаңдар" деген. Мені Муса алейхиссаламнан жоғары қоймаңдар. Расында қиямет күні дейді, адамдар есінен танады дейді. Ең алғаш болып есін жиятын мен болам деп айтқан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Бүкіл есінен танады, ең алғаш болып есін жиятын мен болам. Қарасам Мусаның Алланың аршысының діңгегінен дейді ұстап тұрғанын көрем дейді. Бұл кезде Мусаның Алланың аршысының діңгегінен ұстап тұрғанын көрем дейді. Бірінші болып есім жисам да. Білмеймін дейді. Есінен танып, менен бұрын есін жиды ма, жоқ, тұр тауында есінен танып қалған. Раббым сенің дидарын көргім келеді деп айтқаны. Сөйтіп тауға қара деді, тауға Алла тағала пердесін ашқан кезде тау быт-шыт болды, сөйтіп есін танып қалды. Соны айтады. Тұр тауында есінен тану жеткілікті саналды ма дейді пайғамбар. Мен оны білмеймін дейді. Түсінікті ғой? Муса алейхиссаламның есі жайлы айтып жатыр. Енді әрине бұл пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям кішіпейілділігі ғой. Негізі пайғамбарлардың ең дәрежесі жоғары кім? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Хатаман наби. Абдулла ибн Масғуд айтады, Аллаға разы болсын. Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям адамдарға өзіне келген мал-мүліктерді дейді, мал-мүліктен үлес бөліп беретін дейді. Сонда бір кісі: "Мен мына үлеспен Аллахтың дидарын қалаймын" деп айтты дейді. Яғни келіп айтқан едім дейді. Оның жүзінен ашудың нышанын байқадым дейді. Яғни пайғамбарымыздың осы сөз айтқаннан кейін жүзінен ашудың нышанын байқадым дейді. Сосын ол саллаллаху алейхи ва саллям: "Алла Мусаны рахымына бөлесін. Ол бұдан да көп азар берілгенде сабыр еткен еді" деп айтқан. Көрдіңіздер ме? Муса алейхиссалам жалпы білеміз ғой, қауымы қандай қасарсыздық көрсетті. Бір мен Раббыңды көрсет маған деді. Таңдап алған 70 кісі мысалы. Бір бұзауға табынды, бір сиырға табынды. Тағы бір нәрсе деді, соғысып алу өзің бар, Алламен өзің барып соғыса бер деді. Осылай түрлі қасарсыздық көрсеткен еді. Соны айтып отыр. Алла Мусаны рахымына бөлесін. Ол бұдан да көп азар бергендерде де сабыр қылған еді. Түсінікті да? Яғни ана адамның айтқанынан кейін не істеп жатыр? Бұны меңзеп жатыр. Сен маған азар берген бір нәрсе үшін сен Алланың дидарын көрем деп. Түсінікті да?
бір нәрсемен сен белгілеме деп жатыр. Енді Мұса алейхиссалам мен Харунның қиссасы осымен тәмам. Алла тағала сізбен бізге бұған дейінгі өткен пайғамбарлардың қиссасынан ғибрат алуды, үлгі өнеге алуды нәсіп еткей. Ахиру дағуана анил хамдулиллахи раббил аламин. Рахматика я архамар рахим.